Қайырлы күн баршаңызға, Динараның асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қит өте дәмді дастарханымыздың көркін ашатын 4 түрлі самса дайындайтын боламыз. Маған тіркеліп, видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Електен өткерілген ұнымыздың үстіне көп ыстық шымыс салып, араластыратын боламыз. Бөлме температурасындағы сармайымызды қосатын боламыз. Үстіне 100 грамм қаймағымызды саламыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Осындай илейтін құрылғыңыз болмаса, қолыңызбенен илесеңіз де өте жақсы шығады. Мынандай құрылғымен илейтін болсаңыз, тұзды ең кейін соңында салатын боламыз. Столымызға салып, жақсылап илейміз. Фаршымыздың үстіне теркадан өткерілген картоп, үстіне сақтап туырылған жуа, осындай дәмдеуіштер қостым, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғанымыздан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Осылай дөңгелектеп жайып аламыз. Қазіргі дайындап жатырған самсамыз кәбап самса, сосын шашлык самсасын дайындаймыз. Фаршымызды осылай шұжық формаға келтіріп, шпажканың көмегіменен осылай қойып аламыз. Қамырымызды осылай кесіп аламыз. Егер пышақпен ыңғайсыз болса, пицца кесетін құрылғымен кессеңіз де болады. Бірінші бас жағын осылай біріктіріп аламыз. Сосын қамырларымызды бір-біріне айқастыратын боламыз. Астынан бастасаңыз болады. Ең басын біріктіріп болғанымыздан кейін асты жағын біріктіресіңіз. Одан кейін қамырымызды бір-біріне осылай айқастырып шығамыз. Неке әдем болып шықты. Бұл кәбап самсамыз. Екінші, келесі шашлык самсасын дайындаймыз. Шұжық формаға келтіріп аламыз. Шпажканың көмегіменен шпажкамызды по ұшын шығарып аламыз осылай. Осылай фаршымызды қоймай тұрып, қамырымызды кесіп алсақ та болады, қойып болып келсек те болады. Осылай кесіп аламыз. Бас жағын біріктіріп, қамырларымызды бір-біріне әдемдеп айқастырып шығатын боламыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыз, өте әдемі шығатын болады. Осылай барлықтарын осылай жасасаңыз болады. Мінекей, менде 14 штук жартысын жасасаңыз болады. Жұмыртқамызды осылай жағып, өзіңіздің қалаған духовкаңызда пісіріп алатын боласыңыз. Менде осылай пісіп шықты. Әдемі болып. Келесі самсамызды дайындайтын боламыз. Ұнымыздың үстіне жылы сүт, сары май, сұйық май қосып қамыр илейтін боламыз. Бұндай құрылғыңыз болмаса, қолыңызбен илесеңіз де жақсы шығады. Тұзымызды соңына саламыз. Илеп болғанымыздан кейін столымыздың үстіне салып, аздап илеу береміз. Илеп болғанымыздан кейін азғанда сындыруға қоямыз. Фаршымызды дайындаймыз. 400 грамм фарш, тұз, дәмдеуіштер, сақтап туралған жуа, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне аздап су қостым, тағы да дәмді сочный болып пісуі үшін. Қамырымызды осылай дөңгелектеп, әдемдеп жайып алатын боламыз. Фаршымызды осылай үстіне қойып, бірінші 3 бұрышты осылай бүгіп аламыз. Осылай әдемдеп формасын шығаратын боламыз. Осылай түйіп алдым мен. Өзіңіздің қалағаныңызша түйсеңіз де болады, әдемі шығатын болады.
бірінші үшбұрыштың тура жабыстырып аласыңыз, кейін осылай формаға келтіреміз. Мінекей дайын болды. Осы қамырымыздың жартысын үлкен қылып осылай жайып аламын. Сопақтау қылып, қатты жұқа болу қажет емес, орташа қылып жайып аламыз. Бұл самсамыз гармошка самсасы деп айтылады. Қатты қалың болу қажет емес, жұқада болмау керек. Осылай оқтауымыздың көмегіменен екі шетінен бір шетке қарап жинап, осылай ұнның көмегіменен ашып алатын боламыз. Енді фарштарымызды доңғалақтап осылай қойып шығатын боламыз. Өте әдемі самсаларымыздың бірі, өте дәмді шығады. Енді екі шетіменен бір-біріне біріктіретін боламыз. Түрік бақлавасына ұқсап кетеді. Өте дастарханымыздың сәнін келтіріп тұратын самсалардың бірі. Пышақтың көмегіменен осылай кесіп шықтым. Екі жағын жайлап, түйіп, әдемі формаға келтіреміз. Көріп тұрғаныңыз жағдай өте әдемі болды. Қалғандарында осылай екі жиын түйіп аламыз. Осындай домалақ формаға келтіріп аламыз. Осыны де менде бір 7-8 шықты. Осындай 180 градусқа қойып пісіріп алатын боламыз. Үстіне мен жұмыртқаның ағыменен сарысын жақтым. Менде духовкада 180 градуста 25 минутта пісті. Өз духовкаларыңызға қарайсыз. Мінекей өте әдемі, жұмсақ, сочный болып пісті. Келесі самсамыз слоеный самсасын дайындаймыз. Ұнымызға мұздай суымызды құямыз, екі жұмыртқаны шағамыз. Қолыңызбенен елесеңіз де болады, осындай құрылғымен елесеңіз де өте жақсы шығатын болады. Тұзымызды салып, осылай столымыздың үстіне қойып, жақсылап илейтін боламыз. Илеп болғанымыздан кейін осылай үлкен қылып жайып алатын боламыз. Еттің қамырындай қылып жасап болғанымыздан кейін ертілген сармайымызды жағып шығамыз. Жұқа қылып жайып аламыз. Осылай ортасынан кесіп алдым. Фаршымызды шетіне қойып, 3 бұрышты қылып, осылай слоеный қылып, слоеный болады, осылай формамен алып келсеңіз. Видеода көрсетілген, егер кіші қыламын десеңіз, қамырыңыз үлкен болса, кішкентай қылып жасасаңыз да өте әдемі шығатын болады. Қатпарлы самсаларымыздың бірі болып шығады. Мінекей көріп тұрғаныңызда осылай айландырып формаға келтіресіңіз 3 бұрышты қылып. Осылай әдемі формаға келтіріп аламыз. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Слоеный қатпарлы болады. Үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Тойымды да қатпарлы, өте әдемі самсаларымыз дайын болды. Алдағы уақытта басқаша да самсалар көрсететін боламын. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, көпшіліктің көруіне себепші болып жақындарыңызға жіберіңіз. Сау болыңыз.